Қазақтың басқаның алдында төменшіктеп, өзге тілде сөйлеп, қазақ болғаннан ұялатын неліктен? Бұл әрине комплекстен. Ата-бабасы жабайы малдан басқа ештеңе көрмеген деп миларына құйып тастағаннан болып отыр. Жалпы сіздерге мынаны бас айтқым келеді. Қазақтың өткен тарихын қарап отырсақ, басқалардың алдында ұялатындай, төменшіктейтіндей ештеңе жоқ. Бәз біреулер айтып жүргендей, қазақ малдан басқаны көрмеген жабайы мәдениетсіз халық емеспіз. Керісінше, ұлы тарихқа, мәдени, рухани мұралар бар, жауынгер әдет ғұрып салт мәдениеті жоғары, дегдар текті халықпыз. Дәлел керек па? Айтайын, біздің бабалар алғаш атты үйретіп, соған ыңғайлы болу үшін шалбарды ойлап тапқанын бірі білсе, бірі білмейді. Ол замандарда бүгінгі мәдениеттің бесігі саналып, ұлы-ғұрлы аталып жүрген Европадағы мәдениеттер шалбар орнына юбка сияқты белдемшелер киіп жүрген. Сенбесеңіз фильмдерден, тарихи деректерден, мұражайлардан қараңыз. Бұл бір. Екінші, бізге мәдениетті үйреттік деп жүргендердің жазуы кириллицаны, болгарлық Кирилл Метопий деген монахтар христиан дінін тарату үшін грек жазуынан алып жасаған. Ал біздің бабаларымыздың өздері ойлап тапқан төл жазулары болған. Сол жазумен өз тарихтарын, ерліктерін мадақтап, өшпесті етіп 1500 жыл бұрын тас үстіндарға қашап қалдырып кеткен. Орхун, Талас, Енисей ескерткіштеріндегі түрік бүтік жазулары осы сөзіме дәлел. Жазу мәдениет емес пе? Жазу мәдениет, ал ондағы жырлар әдебиет. Бұндай мәдениет пен әдебиет ол дәуірлерде де тұтас Европада болмады деуге болады. Тіпті арыға бармай-ақ, тек қазақтардың ауыз әдебиетінің өз жақында бабалар сөзі деген атпен 100 том болып шықты. Бір емес, 10 емес, 100 том. Бұндай ұлы фольклор басқаларда өте сирек кездеседі. Ал өнер, ғылым, білімге келсек, ең мықты қару-жарақ, берен сауыттар, өткір қылыш, сүйек садақ, құрыш жебелер біздің бабаларымызда болған. Археология, тарих ғылымдарын қараңыз. Ондай қару-жарақ жасау деген металдың химиялық, физикалық қасиеттері жетік біліп, күрделі ғылыми технологияларды меңгергендігін білдіреді. Сақ дәуіріндегі алтынның қадіріне жеткен бабалардан жеткен алтын адамның киім үлгісін мәдениеттің, өнердің озық үлгісі, ғылым мен технологияның ең шыңы деп бағалауға болады. Ал тазалық жағына келсек, біздің бабаларымыздың тұрған көне қалаларында қыштан құйған су құбырлары, кәріз жүйелері болғанын тарихтан білеміз. Бұндай дүние жаңағы Европаңызда бертінге дейін болмаған. Анау каблок деген биік өкше аяқ киімнің шығу тарихын, француздардың неге үлкен шляпа бас киім киетіндері жайлы іздеп көрсеңіз, осы сөзіме дәлел табасыз. Ендеше қазақ баласын қалай мәдениетсіз жабай дей аласың? Қазақты жабай дегендері өздері жабайы. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, қазақтың мінезі. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазысыңыздар, басқалар тыңдау үшін таратыңыздар.